Айналдырған екі бөлмені астан кестен етіп мазаны ала бастаған кезде Келіңдер, ертегі айтып берейін. Папа, бізге ертегі айтып берші. Біз бұрын естімеген қызық ертегі. менің оларға айтатыным көбінесе ер төстік, құйыршық, түлкі мен тазы сияқты киіз туырлықты көшпелі елдің баласының құлағына сіңісті халық ертегілері. Перзентханада өмірге келіп, балабақшада өсіп өніп жатқан бүгінгі заманның сәбиі үшін қызықта тосын дүниелер. Папа, тағы да, балабақшада бізге мұндай ертегілер айтпайды. Біздің тәтей бұл ертегілерді білмейтін шығар. Тәтелерің сендерге қандай ертегі айтады сонда? Айболет, қызыл телкен әлгі не бар ғой? Кір қожалақ бала туралы бар ғой? Кір қоймас деген ертегі ме? Иә, папа, сен мұның бәрін қайдан білесің? Жоқ, Аятай. Мен сендер секілді балалар бақшасында өскен жоқпын. Мені тәрбиелеп бағып қаққан ауылдағы кәрі әжем болатын. Жаңағы қызық ертегілерді де мен сол кісіден естігенмін. Әже деген кім? Бұл ойына келгенде төтесінен қойып қалып, қарап отыратын Райханның сұрағы. Үстіртте оққан кісіге сорақылау көрінгенімен, кішкентайдың бұлайша сауал беруінің өз мәнісі бар. Бұл екеуі тек әженің ғана емес, жалпы қарт адамның мейірім шапағатын сезінбей, балабақшаның бағымында папасы мен мамасының қасында өсіп келе жатқан балалар. Әкем соғыста, шешем бертінірек қайтыс болды. Жалғыз әжемде уақыттың басқа салғаннан асалған жоқ. Әйелім балқыздың алыста жатқан әке шешесі ауру сырқаулы адамдар. Ұғымына жат нәрсе болғандықтан әже дегеннің кім екенін 4 жасар сәби шынында да қайдан білсін. Сол түні өз әжем түсіме кіріпті. Осыдан 30 жыл бұрынғы қалпы. Басында аппақ кимешегі бар екен деймін. Ескі мақаммен ынылдап ән айтып, ұршық иіріп отыр. Мен болсам әжемнің бүйіріне басынды тығып, еш алансыз ірімшік жеп жатыр екенмін. Бізге енді әже деген кісіні көрсет. Әрине. Әже деген міне осындай болады. Әже сендер сияқты балалардың папалары мен мамаларын өсірген кісі. Өзі мейірімді де, ақылды адам. Ешкімге ешқашан ұрыспайды. Ұрса қалса, орнымен теріс қылығына өзің ұялатындай етіп ұрсады. Үні де, қолы да, көзқарасы да жұмсақ. Жұрттың бәрі мен. Қарағым, айналайын деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария. Өзі ылғи шаруа істеп күйбеңдейді де жүреді. Тіпті ештеме істемеген күннің өзінде ұршық иіріп отырады. Ұршық деген немене? Менің әңгімемде сәбилер түсіне бермейтін жайлар көп. Мен сонда да сөзімді әрі қарай жалғастыра түсіп, әжейдің үстіне қамзол, басына кимешек, шылауыш киетінін айттым. Баланың ойын дағдартқан кезекті сұрақ тағы туады. Қысқасы, не керек? Менің суреттеуімдегі әже деген жер көкте жоқ бір керемет адам. Азат, әлгі жолдастың ажарасы оқуға түсіпті. Конкурстан алдыңғылардың бірі болып өткен көрінеді. Соның қуанышына осы сенбіге бәрімізді шақырып отыр. Мен бармай-ақ қойсам қайтеді? Балаларға ие болып қағазымды жазып үйде отырмайын ба онанда? Кейін құтты болсын айтып кіріп шықсақ та ештеңе ете қоймас еді. Бірақ осы жолы бармасақ болмайын деп тұр. Неге? Елден жолдастың шешесі келіпті. Келсе қайтеді екен? Баласының танымайтын жолдасы келіп сәлем бермеді деп ренжімейтін шығар ол кісі. Әзеке, жұмыс деп жүріп кішкентайларыңды дамыта бастағаның ба? Нағыз әжені көрсетем дегенің қайда? Сонда ғана барып есіме сарт ете түскені. Бұл жолы шақырылған жерге желп етіп жетіп бара салмай, кәдімгідей мән беріп дайындалдық. Тіпті өз үйіміздегі қуанышты қарсы алатындай-ақ қарадай қарбалас жасап әбігерге түсіп кеттік. Жайшылықта өзіме салақтау қарайтын басым, енді мұртымды басып, шашымды тарап дегендей сипанып ақ жатырмын. Әсіресе қыздарымыз ала бөтен қуанышты. Әжеге барамыз, әжені көреміз. Жүздері балбұл жайнаған кішкентайлардың қуанышы менің де көңілімдегі түйткілді жазып, жадыратып жіберген. Барын киіп, бақанын іліп дегендей, ерекше бір ажармен тізбектеліп көшеге шықтық. Таранып, жуынып, баптанамыз деп жүріп, уақыт өткізіп алдық па? Мезгілінде жеттік десек те, қонақтардың бас аяғы бүтінделіп қалыпты. Құшақ жайып, құлдық құра қарсы алған үй иелеріне тиісті тілегімізді босағада тұрып-ақ түгесе айттық та. Дастарқанның бір есіктен кірісімен кідірмей іздегенім елден келген шешей. Жаңылыспай дәл танитын шығармын деп ойласам да, көзімді тиянақтата алмай сәл-пәл іркіліп қалған. Дастарқан басына келіп жайғасқаннан кейін ғана байқадым ол кісіні. Өзінің сырт нұсқасасымен білетін ауыл кемпірлеріне онша келіп тұрған жоқ. Ойғына көгілдір жемпір іліп,
Басына жаздық гүлді орамал салған егде кісіні алашыбар топтың ішінен бірден ажырата алмауым онша әбестік бола қоймаса керек. Ауылдан келген шешей зиялы қауымның ортасына сіңісіп еркін отырсын деп, керім баласы әдейі осылай киіндірген болар. Іздеп келген адамымыз табылғанымен, қалың кісінің арасында тіл табысуға, әуелгі кезде қайдан мұшамыз келсін? Өз ұлының төрі болғандықтан ба, шешей қала адамдарының ортасында, салтанатты дастарханның басында еш қысылып қымтырлатын емес. Екі жағына кезек сөз тастап, баласы қатарлы зиялылармен оңай тіл табысуда. Пысық келіні әбден оқытып үйретіп қойған ба? Қайдам, ауыл дастарханның салтында бола бермейтін пышақ, шанышқы тәрізді құралдарды жатыққан қимылмен оңды-солды тебен инедей жұмсайды. Жалпы өзін ұстай білуінен ақ шешейдің көргенді, мәдениетті жан екені аңғарылып тұр. Міне қызық, деймін. Одан көз алмаған бойы іштей таңырқай түсіп. Жарықтық. Біздің әжелеріміз бұл кісінің қасында дүниеден түк қызық көрмей, бос өткен екен ғой әншейін. Отырыстың ыңғайына қарай, қалалық кісілермен тез араласып, іркілмей жұғысып кеткен шешей, әзірше қыр адамына тән қазақи мінез таныта қойған жоқ. Менің іштей аңсап келгендегі шаруам да, ауыл исі бұрқырап тұрған өзімнің әжемдей кісіні жолықтыру емес пе еді. Жұртты бұзып жарып, аңдыған адамымды көздей, мен де ұмтылдым. Қонақтардың бәрі өзім секілді шешеймен сұхбаттасуға асығып жүрген сияқты көрінді де, пысықтық жасап, оның қасына бұрынырақ жетуге тырыстым. Ал, апа, ат көлігіңіз аман, есен сау жеттіңіз бе? Жаңа топты кісінің ішінде амандықта сұраса алмай жатырмыз. Күйлі қуатты барсыз ба? Я, шүкіршілік, жеттік қой. Самолетке жер алыстық етуші ме еді. Самолетке әлгі кіші ұлым өзі әкеліп, отырғызып жіберген. Бұл жерде тік тұрып жолдасшан қарсы алды. Ауылдың қай кемпірі Алматыға келіп, машиналатып қыдырып жүрген. Қазір енді ауылда немерелеріңізді бағып қана отырған шығарсыз? Менің бағып көрейін дегенме көнбей, әлгі келін тілі шығысымен ақ детсатқа берген. Қазір сонда жүр. Өкімет өзі бағады, керек өнерін үйретеді, тамағы тоқ. Сізді әуре қылып қайтеміз деп балам да көнбеді. Онсы бір жағы дұрыста сияқты, баладан шыққанымыз қашан. Бір күні ауыртып алсам жаласына қалмайын ба? Біреудің баласы. Міне, әже деген осындай болады. Әже, осы сіз шын әжесіз бе? Өзі не деген сүйкімді бала, бәрін біліп талқылап отыр. Әже дейді мені. Жас келіп, балалар өсіп жатқан соң қайтып әже болмассың. Уақыт өзі соған әкеледі екен ғой. Әже болсаңыз онда бізге ертегі айтып беріңізші. Әй, мына Азаттың қыздары мүлдем басынайын деді ғой ей. Біздің бабушка сендерге немене ойын шықпай еді сонша? Жоқ, бұрынғының ертегіші кемпірі ғой деп пе едіңдер? Өтірік шынды қиыстырып соға беретін. Кісінің мазасын алмай, ойнаңдар ана балалармен. Папа, Аликтің айбат кітабы көп екен, бірақ бізге көрсеткен жоқ. Жыртып тастайсыңдар, сосын мұғалім ұрсады деп бермей қойды. Оқушы баланың кітабын қайтесің? Онан да іздеп келген әжеңді көргеніңді айтсаңшы. Жақсы әже емес пе, а? Әне, жақсы кісіні бала да білет. Неғып үндемей тұрсың, Азат? Мода мен эстрада туралы айтқанын естідің бе өзі? Соның кейбірін қалада тұрған мен білмеймін. Өзі сендерге қандай ертегі айтты, Аятай? Жоқ, айтпады. Ол кісі ертегі білмейді екен. Білмейді дейді. Қой, білмегені қалай? Папа, айтшы. Ол өзі әже емес қой деймін, ә? Әже емесің не қызым-ау? Енді кім екен, ә? Қой, олай деп айтпа, ұят болады. Жоқ, папа, ол әже емес. Ол жай ғана бабушка. Өйткені бәрі бабушка деді ғой. Мен білем, әже деген ондай болмайды. Өзің айтқансың. Папа, шында да ол әже емес шығар? Айтшы, папа. Ол шын әже емес қой, а? Папа, сен бізге бәрібір нағыз әжені көрсетесің ғой. Айтшы, көрсетесің бе? Қызым, көрсетем. Бәрі жақсы болады. Аялы жанарларында тұтанған үміт ұшқынын жасырмай, сәбилік сеніммен бетіме тура қарайды. Мен уәде еттім, бірақ оны қалай орындайтыным туралы сол сәтте ойланған жоқ едім. Нағыз әже қайда?